Акиба Кивелевич Рубинштейн, Зигберт Тарраш, 1923 жыл. D4, D5, C4, E6, Уәзір гамбиті, AC3, C5, Зигберт Тарраш варианты. Тарраш ойнап жатыр өзінің вариантын. CD, ED, ATF3, AC6, G3, Акиба Кивелевич Рубинштейн өзінің вариантын ойнап жатыр. ATF6, піл G2, піл E7, рокировка, піл G5. Енді болашақта D5-тегі сарбазға шабуыл жасаудың амалы. Піл E6, DC. DC енді бұл оқшауланған сарбаз екенін біліп тұрсыздар. Піл C5 және ат E1. Бірден мына жерге шабуыл жасаудың амалы. Мынаны байлап тастадық, әдемілеп тұрып, енді D5-тегі оқшауланған сарбазға шабуыл жасау. D4 алдық және ат негізгі орталыққа келді. Мына жерге шабуыл жасадық және мына жерге шабуыл жасадық. Уәзір E7 алдық және ат D3. Бұл енді Капабланканың аты. Бірақ мына сарбаздың қаншалықты осал екенін сіздер көріп тұрсыздар деген ойдамын. Уәзір B6 ат F4. Бұл Алехиннің сүйікті аты, мына кімге пілге шабуыл жасау. Уәзір B2 және алдық, тура B1. Жалпы қанша керемет болса да, мына піл мына аттан мықтырақ. Өйткені бұл аттың бір керемет не мында дұрыстап тұратын мүмкіндігі жоқ. Бұлай тура B7 қомағалар қатарына кірдік. Енді мына аттың тұрақтылығы көңілді көншітпейді деп жатқам ғой. Уәзір 6, уәзір B3. Енді тек қана қорғап қана қоймай, және мына жерге де шабуыл жасаймыз. Ат D8, тура D7. Мүмкіндік бар болса, мына жерге шабуыл жасау, мүмкіндік бар болса, мына жерге шабуыл жасау. Тура C8 және уәзір B2. Мына жерді қорғаймыз, және мына жерге шабуыл жасаймыз. Енді мына атқа ең бастысы көңіл аударыңыздар, қаншалықты керемет ат деп айтуға болады бұны. E5, тура A1. Тура A1, бұлай, және E3. Әрине, қомағалар қатарына кіруге ешқандай мүмкіндік бермейміз. Алдық, және ат C6. Бәрібір мына атқа көңіл аударыңыздар, нашар аттардың бірі. Уәзір D2, ат B8. Өзінің бір жақсы бір тор таппады, бұл ат деген. Тура A7. Бұлай қарасаңыздар, сырт көзге позиция деген қарапайым болып көрінуі мүмкін, бірақ шын мәнінде өте қауіпті позициялардың бірі. Өйткені мына піл әрине мына атқа қарағанда мықтырақ екені түсінікті. C D8, уәзір E2, H6. Енді мына пілге қарап, мына H7-дегі торға да көңіл аударыңыздар. Жел көзді ашу барысында осыған мұқият қарау керек. Өйткені көп жағдайда, бірақ G6 деп жүретін болсаңыздар, онда қомағалар қатары деген әлсірейді. H6 піл E4. Енді мына пілдің қаншалықты керемет екенін өзіңіз байқап тұрсыздар. Тура D7, тура A8, тура F1, алдық және патша G2. Біз ешқайқа асықпаймыз. Біздің бәрібір кішігірім болса да басымдығымыз бар. Уәзір B4, уәзір D3, патша H8, тура A7. Уәзір B2, патша H3. Патша өзін өзі қорғай алады. Кімнің Вильгельмштайнстың сүйікті ережесі. Уәзір B6, A8, D8 және уәзір C4. Ат D7 және уәзір C6. Алдық, B8, уәзір D5. Бәрібір қарсыластың патшасы нашар, қарсыластың аты нашар, және біздің піліміздің қаншалықты керемет екенін сіздер байқап тұрсыздар. Уәзір C7, піл F5, ат C6, уәзір C4. Енді қазір пілді E4-ке қойып, байлап тастаудың бір амалдарын қарастыру. Бұлай, және уәзір F7. Қомағалар қатарына кірдік. Шах мәселесін жасайық деп тұрмыз. Уәзір D8 және уәзір G6 батареяны құрдық. Мына жерге шабуыл жасап тұрық, және мына жерге. Енді қараңыздар. Пілдің қаншалықты аттан мықтырақ екені осындай кезде көрінеді.